Біздің студиямыздан қадірлі қонағымыз бар. Нұр Отан партиясы Қоғамдық саясат институтының директоры Саясат Нұрбек мырза бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Рахмет. Мереке құтты болсын. Ал бірге болсын. Мерекеміз құтты болсын. Сізді тағы да құттықтайтын бір жайт бар. Кеше ғана Саясат мырза мереке қарсаңында 1995 жылы бекітілген ерен еңбек үшін марапатымен сіз осы марапатқа ие болдыңыз. Шын жүректен құттықтаймыз. Енді осы сыйлық рахмет үлкен. Сіз үшін несімен ерекше? Мен өзім шетелде көп оқыдым ғой. Иә. Кабинетімде енді бір 20 шақты, 30 шақты бірнеше марапат бар. Оның ішінде алғыс хаттар, неше түрлі, мысалы ақш-тың білім министрінің алғыс хаты, Италияда оққан бір сенат, парламент депутаттарының алғыс хаттары, неше түрлі сол бір қабырғаны толтыратын бір нелер бар. Бірақ мен кеше ғана түсіндім, соның бәрі осы бір медальға тұрмайды екен. Енді адам болмысында өмірден әрлендіріп аша түсіп отырған көптеген құндылықтар бар екен ғой. Бірақ ер үшін, әсіресе азамат үшін, ел үшін, өз елі үшін қызмет ету, елге амал болу, елге бір қызметші болу, қызметкер болу асқан бақыт болмаса керек. Әсіресе осы менің тұңғыш мемлекеттік осындай марапаттауым өзім үшін өте үлкен талап беретін, мотивация дейміз ғой, мотивация беретін бір үлкен көрсеткіш па, енді бір бедел ме. Неге десеңіз, осы жылда мен өзім үшін жеке кішкене қиындау болды. Жұмыс ауыстырдым, жаңа неге келдім. Нұр Отанда енді арнайы сараптама институтының басшысы болған үлкен жауапкершілік. Ішкі саясат, идеология мәселелермен енді біз жүздесіп қарап отырмыз, күрделі мәселелермен жүздесіп отырмыз күнделікті. Сонда кішкене өзім не істеп қалды, мен істей аламын ба, істей алмайын ба, бұл үлкен жауапкершілік, үлкен бір жүк деп. Бірақ енді көрдіңіз бе, осы бір кішкентай медальмен мен келе енді өмір бақи осындай үлкен маған не берді, үлкен талап болды, іштен серпін болды. Алла жазса енді одан да бүкіл жинаған тәжірибемді, талабымды, білімімді осы қазақ үшін, ұлтымыз үшін, еліміз үшін мен төгемін де, жұмсаймын да, енді қанымда, ішімде бәрі осы қазақ үшін болады енді Алла жазса. 2014 жыл сіз үшін де, бүгін еліміз үшін де жеңісті де, жемісті болды. Кеше ғана елбасымыз тәуелсіздік толғауында келер жылдың айтулы мерекелерін, даталарына тоқталып өткен болатын. Осы жайында да сіздің алып қосарыңыз болса. Алда Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығы, Қазақ хандығының 550 жылдығы, үлкен мерекелер күтіп отыр. Осы мерекелер қарсаңында, осы мерекелер аясында Нұр Отан партиясы Қоғамдық саясат институтының қандай жоспарлары мен жобалары бар? Жалпы партиямыздың келесі жылға деген үлкен дайындығымыз қазір жүріп жатыр. Енді келесі жыл өте шешуші бір жыл деп айтуға болады. Мерекелеріңізді қойыңызшы енді. Үлкен осы мінекей 24 жылдығымызға келе жатырмыз. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығымызда жақындап таяп келе жатыр. Осы 23-24 жылдың ішінде біз енді алашшылар айтқаны әлхамдулилля ел санасқан ел болдық дегендей, ел болдық, дүние санасқан. Енді осы біздің жинаған тәжірибеміз, тәуелсіздік тәжірибеміз, байлығымыз бар, саяси тәжірибеміз бар. Осыны біз үлкен шешуші екінші қадаммен екінші этапқа кіріп жатырмыз. Ел қалыптастырып, мықты мемлекет боламыз ба, болмаймыз ба, меніңше келесі осы 2 жылдың ішінде шешіледі. Оған үлкен шешуші бір факторымыз бар, мықты факторымыз ол елбасымыз. Елбасымыздың даналығы, жинаған тәжірибесі қазіргі таңда дүниежүзілік саясатта жинаған беделі. Осы беделдің арқасында меніңше біз қазір қараңызшы, Ресей болсын, басқа үлкен, жақында мына Қытай болсын, үлкен көршілеріміздің өзі санасып отыр бізбен қазір. Келісім шартқа қол қойып отырмыз. Бізді бір, мысалы, Ресей, мысалы, басқа әлеммен, Европамен, ақшпен күрделеніп, халықаралық қатынастарда күрделеніп кеткен жағдайда, Қазақстан ортаға келіп, ортадағы бір ортақ байланыс көпір ретінде өзіні ортаға қойып отыр. Көрдіңіз бе, бұл бәрі елбасының арқасында. Тағы да бір өте маңызды, меніңше келесі жылдың маңыздылығы, біз тәуелсіздікті енді түсініп отырмыз меніңше. Мінекей 23 жылдың ішінде Илья Ильин шықты,
тәуелсіздік бұл ел үшін, ұлт үшін ең үлкен мотивация. Енді өзі тәуелсіздіктің ішінен шыққан, тәуелсіздік жылардың ішінен шыққан өзіміздің дарындыларымыз шығып жатыр. Мінекей тұңғыш әлем ауыр атлетикадан тұңғыш әлем чемпионымыз, Аллаға шүкір, Жасұлан, Илья Ильин. Енді біз Совет одағының тәжірибесімен емес, өзіміздің тәуелсіздік тәжірибесімен бірінші қатарлық буынымыз шығып жатыр. Осы буын, менімше, келе жатқан буындарға үлкен, сондай бір серпін, үлкен бір талап беруге тиісті. Осының арқасында келесі жылдары біз жаңадан шыққан жұлдыздарды көреміз, жаңадан шыққан үлкен дарынды азаматтарды көреміз, жас азаматтарымызда. Бұл, менімше, елбасымыздың, алашордалықтардың, бүкіл қанша біздің қатар-қатар келе жатқан ағаларымыздың, бабаларымыздың арманы осы деп білемін мен, осы деп танимын. Келесі жылда біз енді біріншіден осы қаншама, қараңызшы, 23 жылдың ішінде дағдарыс жылдары соның тең жартысынан емес, 15 жыл дағдарыспен өтті. Қараңызшы, 90 жылдар дағдарыспен, 98 жыл азиялық дағдарыс келді, 2007-2008 дағдарыс келді. Сонда еңсемізді кішкене көтеріп, буынымыз қатқан бір 5-10 жыл ғана болды. 23 жылдың өзінде. Енді тағы да бір дағдарыста келе жатыр деп, оны бәрі мойындап жатыр сарапшылар. Осы дағдарыстардан біз енді осы 23 жылдың жинаған тәжірибемізбен, даналық біздің дана көшбасшымызбен ауызбіршілікті сақтап шығуымыз керек. Оған ешқандай күмәнім жоқ. Тек қана бір-бірімізді сыйлап, тәуелсіздікті дұрыс түсінуіміз керек. Өкінішке орай, менің кішкене өзім ренжіп жүрген, өзіме ренжіп жүргенімді, достарыма да көңілім толмай жүрген, біз тәуелсіздікті әлі мейрам, толық мереке деп түсіне алмай жүрміз. Бүгін мысалы адамдармен көп сұраймын да, өз достарымнан, не істейсіңдер? Қонақ шақырасыңдар ма? Балаларға бір қыдыртасыңдар ма? Сыйлық бересіңдер ма балаларға? Ой, жоқ, ұйықтап алайық, демалып алайық, енді дәл бір не секілді көретті, бір демалыс күні көретті, әлі сондай бір толық мереке атмосфера жоқ та. Мысалы, жаңа жылда қандай бір сондай мереке, ерекше атмосферамыз бар. Бір қуанамыз, ойбай, бір-бірімізге сыйлық береміз, балаларымызды қыдыртамыз, жақын туыстар шақырып алып, үлкен бір дастархан жаямыз. Бүгін осыны істейміз бе? Мен, Аллаға шүкір, қазір бүгін барамда балаларыма сыйлық аламын, бүкіл қыдырамыз, айтшылаймыз дегенден бұрынғы айтта секілді. Бұл осы толық біздің ұлы мерекеміз, ұлыстың ұлы күні осы тәуелсіздік. Бүгін ертең бізде демалыс күндері халық толық демалып, осы мерекеге орай қаншама іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Біздің халқымыз көшелерге шығып, концерттерге барып, бүкіл осы шараларға қатысады деген нық сеніміміз бар. Бүгінгі мерекемен шын жүректен өзіңізді құттықтаймыз. Еліміздің тәуелсіздігі мәңгі болғай деген тілегіміз бар. Көп-көп рахмет. Құрметті көрермен қауым, бүгін біздің студиямызда қонақта Нұр Отан партиясы қоғамдық саясат институтының директоры Саясат Нұрбек мырза.